Сәлеметсіз бе, Гүлмира ханым, менің есімім Сағындық Беркеғали Амангелдіұлы болады. Яғни 07.01.2022 жылы біздің отбасымыздың басынан өткен қайғылы оқиғамен видео арқылы бөліскім келіп отыр. Яғни 07.01.2022 жылы таңғы сағат 8 бен 9 арасында өз отбасымызбен ағайын туысқан болып, 7 адам болып автокөлікпен Түркістан облысы Түлкібас ауданы Қарағаш елді мекенінде тұратын ағамның қызының мезгілсіз қайтыс болуына байланысты жаназаға шыққан болатынбыз. Содан сағат 12 мен 1 арасында Алматы облысы Жамбыл ауданы Тарғап елді мекеніне кіріп келдік. Сол жерде орналасқан дәмхананың жанына келіп тоқтағанда, сол жерде жүрген әскери қызметкерлер, қолдарында автоматы бар, бізге қарай себепсіз оқ жаудырды. Соның салдарынан автокөлікте отырған анамның басынан оқ тиіп, сол жерде жан тапсырды, қаза болды. Алдыңғы орындықта отырған әкемнің інісі, ол да басынан оқ тиіп, Ұзынағаш елді мекенінде орналасқан аурухананың жансақтау бөлімінде таңғы сағат 3:30-да қаза тапты. Сол жерде мен де сол аяғымнан жамбас тұсынан жарақат алдым. Қазіргі таңда бәріміз психологиялық тұрғыдан травма алып отырмыз. Психологиялық тұрғыдан. Қарындасымыздың қазасына барамыз деп, екі адамның қазасына әлі күнге шейін 20 күн уақыт өтсе де ешқандай тергеу органдары хабарласқан жоқ. Қандай әскери бөлімнің қызметкерлері екені бізге беймәлім бізге оқ атқан. Неліктен сондай бейбіт өмірде бізді себепсіз атып, екі адамның өліміне себеп қылды? Ешқандай жауаптар жоқ. Осы болған оқиға бойынша ешқандай жауапқа тартылмай ма деген күдік, ой мазалайды. Осы мән-жай бойынша объективті түрде тергеу жүргізілсе екен деген оймен сізге хабарласып отырған жөніміз бар. Және де осы болған оқиға бойынша екі адамның өліміне себепкер болған адамдар жазаға тартылады деген ойдамын.